Кайырлуу күн достор, өтө дамды, ерекше, кулпунай косулган торту дайындайтын болобуз. Сиздер де жасап көрүңүздөр. Дәмі өтө дамды, ерекше. Эң бастысы менин агама өтө катты унады. Бизге эң алдымен бисквитин дайындап алатын болобуз. Бизге 200 грамм сары май, үй температурасындагы эриген сары май болуу керек. Үстүнөн 1 пияла кант косуп, және де ванилин косуп жибересиздер. Коспосоңуздар да болот. Жакшылап баардыгын аралаштыратын болобуз. Және де 2 жумурткамызды косуп, тагы да аралаштырып аламыз. Жакшылап аралаштыргандан соң, енді унумузду аз-аздан косуп, жумшак камыр дайындайтын болобуз. Және де копсуткучты косуп аралаштырабыз.
Достар, осылай тегістеп шықтық. Енді духовкаға жібереміз. 180 градуста 35 минутта пісіп дайын болды. Оны піскенін шпажка арқылы білсеңіз болады. Басқан кезде жабыспайтын болады. Достар, ендігі кезекте құлпынайларымызды осылай 4 бөлікке бөліп алатын боламыз. Достар, ендігі кезекте желатинімізді суға араластырып, мұздатқышқа қойып қоямыз 1-2 сағатқа. Одан кейін оны алып, микроволновкаға ерітетін боламыз. Достар, бізге 20%-дық 600 грамдай қаймақ керек. Қаймақты ыдысымызға салып, оны үстінен қант қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Достар, мінекей желатинімізді енді микроволновкаға ерітетін боламыз. Еріген желатинді жаңағы қаймақтың үстіне қосып, жақсылап араластырамыз. Достар, енді құлпынайларымызды қосып, тағы да араластырып жібереміз.
Мінекей достар, біздің бисквитіміз дайын болып қалды. Енді оны кішкене суыған соң үстінен кремдерімізді құйып, жақсылап бетін тегістеп шығамыз. Сосын 1-2 сағатқа мұздатқышқа қойып қоясыздар. Одан кейін біздің тортымыз дайын болады. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Ұнап жатса сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Мінекей достар, менің тортым 1-2 сағатта қатып қалды. Енді оны кесіп дәмін көретін боламыз. Міне достар, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді, әдемі тортымыз дайын болды. Қазір кесіп дәмін көретін боламыз. Өте керемет шықты. Сіздер де жасап көріңіздер.